2025 жылдың 15 қазанында Алихан Бөкейхан атындағы университетте Қазақстан Республикасы Мемлекеттік істері агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті ұйымдастырған жастарды мемлекеттік қызметке кәсіби бағдарлау кездесу өтті. Іс-шараға департамент басшысы, университет ректор және бітіруші курс студенттері қатысты. Кездесуде мемлекеттік қызметке түлектерді конкурстан тыс қабылдау мүмкіндігімен жас мемлекеттік қызметшілер мектебі жобасы таныстырылды. Жоба жастарға мемлекеттік басқарудың теориялық және практикалық негіздерін меңгеруге, тәжірибе жинақтауға, сондай-ақ заңнаманы білуге арналған тестілеуге дайындалуға мүмкіндік береді. Бүгінгі бізде болып жатқан іс-шара жас мемлекеттік қызметшілерді даярлау. Біздегі Алихан Бөкейхан университетінің бітіруші курс студенттерімен департамент басшысы кездесіп, осы біздің департаменттің атқаратын жұмыс бағыттарымен таныстырып, сонымен қатар осы жылғы біздегі мемлекеттік қызмет істері агенттігінің бастамасымен жүргізіліп жатқан кезекті жас мемлекеттік қызметшілер мектебіне іріктеудің басталғандығы туралы ақпарат беру, сонымен қатар біздегі мемлекет басшысының тапсырмасымен мемлекеттік қызмет саласында жастарға жасалып жатқан мүмкіндіктер туралы толықтай кеңінен түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Өздеріңіз білетіндегідей, біздегі Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметін дамытудың 2024-2029 жылдарға арналған мемлекет басшысының жарлығы бар. Сол жарлықтың аясында біздегі жастарды ерте кәсіптік бағдарлау жұмыс бағыты көрсетілген. Аталған жұмыс бағытын Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті біздің облыс аумағында барлық осы кәсіптік және де жоғары оқу орындарында білім алып жатқан студенттерді толықтай осы үгіт насихат, ақпараттық жұмыстармен қамтамасыз ету түрінде жұмыстарды атқарудамыз. Бүгінгі шараға бізде осы Алихан Бөкейхан университетінің мемлекеттік грант аясында оқып жатқан жоғары озық балмен оқып жатқан студенттер қатысты. Осы кездесуде өздерінде туындаған барлық сұрақтарға жауап алды, пікір алмасу болды. Ендігі алдағы уақытта осы шараның ары қарай жалғасын таппақ. Осы жас мемлекеттік қызметшілер мектебінде келесі кезеңдерінде осы студенттермен ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Кездесудің басты тақырыбы жоғары оқу орындары түлектерін мемлекеттік қызметке тарту және олардың кәсіби әлеуетін дамыту. Руслан Шарипов жастарға мемлекеттік қызметке конкурстан тыс қабылдану мүмкіндігі туралы айтып, GPI көрсеткіші 3,33 және одан да жоғары түлектердің мемлекеттік қызметке тікелей қабылданатынын атап өтті. Сонымен қатар кездесуде 2025-2026 жылдарға арналған жас мемлекеттік қызметшілер мектебі жобасы таныстырылды. Жоба дарынды, белсенді жастарды анықтап, олардың кәсіби қабілеттерін дамытуға бағытталған. Қатысушылар Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының филиалында арнайы курстардан өтіп, мемлекеттік органдарда тәжірибе жинайды. Оған қоса мектеп қатысушыларына заңнаманы білуге арналған тестілеуге дайындық бойынша әдістемелік көмек ұсынылады. Алихан Бөкейхан атындағы университетті 2024 жылы бітірдім. Қазіргі уақытта Абай облысы экономика және бюджет жоспарлау басқармасында әлеуметтік жоспарлау бөлімінде бас маман қызметін атқарудамын. Бүгінгі негізгі шара ол мемлекеттік қызмет істері агенттігінің ұйымдастыруымен осы университеттің биылғы бітіруші түлектерімен жалпы мемлекеттік қызметке орналасу бойынша түсіндірме жұмыстары өткен болатын. Мен сол бүгінгі жиынға осы жоғары оқу орнын бітіруші түлек ретінде қатысқан болатын, және де мемлекеттік қызметте биылғы жылмен қосқанда 1,5 жыл жұмыс өтілім бар. Қазіргі уақытта облысымызда негізгі басқармалардың бірі экономика және бюджет жоспарлау басқармасында жұмыс атқарамын деп айтып өттім. Ол тікелей осы облысымыздың әлеуметтік экономикалық дамуындағы басым бағыттарды айқындай отырып, және сол айқындалған басымдықтармен бірге ұштастыра отырып, бюджеттік және инвестициялық саясат жүзеге асыру қызметін атқарады. Негізгі міндеттері облысымыздың даму жоспарын әзірлеу, екіншіден сол дайындалған жоспарды тұрақты бақылау, мониторинг алу, және де үшінші осы облысымызға жыл сайын түсетін түсімдер мен шығыстардың бәрін болжамын әзірлеп дайындап отыру болып табылады. Жалпы шара өте жоғары деңгейде өтті деп айта аламыз. Барлық студенттер өзіне қажетті ақпараттармен қамтылды, сұрақтарына жауап алды деген ойдамын. Ағымдағы жылы Абай облысы бойынша 15 жас түлек мемлекеттік қызметке тікелей қабылданып, ел игілігіне қызмет етіп жатыр. Ал 2023 жылдан бастап жалпы 36 түлек конкурстан тыс дайындалған.
Бұл жастарды мемлекеттік қызметке тартудың тиімді тетігі болып отыр. Кездесу мемлекеттік қызметтің беделін арттыруға, жастарды кәсіби тұрғыда даярлауға және олардың елге қызмет етуге деген ынтасын күшейтуге бағытталған. Жас мемлекеттік қызметшілер мектебі жобасы болашақ мемлекеттік қызметшілерді қалыптастырудағы маңызды қадам болып саналады. Дария Аманова, Ажар Бауыржанқызы, Марат Сағынбаев, ТВ-алық телеарнасы.